Сәлем достар, бүгін сіздермен пончикин рецебімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал енді пончики жасауға кірісеміз. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін жылы сүт, 1 қасық тұз және қант салып араластырып аламыз. Алдын ала суытылған ерітілген сары май, 1 жұмыртқа салып араластырып аламыз. Ашытқыны салып араластырамыз. Барлығын салып араластырып алдық. Енді 5 грамм ванильный сахар және ұнды 2-ге бөліп саламыз. Електен өткізу қажет. Мен қазір 1 бөлігін салып араластырып алдым. Міндетті түрде електен өткізіп 2-ге бөліп салу қажет. Сол кезде қамыр жақсы көтеріледі. Екінші бөлігін салып жұмсақ қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр осындай қолға жапсатындай болу қажет. Бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтеріліп ашыды. Енді қамырымызды қалыңдығын 10 мм қалыңдықта жаятын боламыз. Стақанның көмегімен дөңгелектеп бөліп шығамыз. Бетін жауып, 10-15 минуттай демалдырамыз. Қамырымыз демалып, осылай көтерілді. Енді осындай дөңгелекшенің көмегімен ортасынан ойып шығамыз. Мен осыны насатканы пайдаландым. Енді қызып тұрған майда екі жағын қуырып аламыз. Май міндетті түрде қатты қызып тұру қажет. Сол кезде біздің пончиктеріміз көтеріліп, бүлбілдеп жұмсақ болып шығады. Бетін әсемдеуге шоколадты глазур жасаймыз. Менде осындай кондитерский шоколад, қара ақ түсті, 30 грамм май құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Міне біздің шоколадтарымыз еріді. Енді оны суытамыз. Суығаннан кейін олар қоюланады. Бетін әсемдеуге кірісеміз. Мен ақ шоколадқа қызыл түсті краситель салып араластырып алдым және посыпкаға орех пен түрлі түсті посыпкаларды қолданатын боламын. Пончиктерімізді осылай шоколадқа батырып шығамыз. Посыпкаға сіздер орех және кокосовый стружка және сгущенка қолдансаңыздар болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша.
Біздің жұмсақ пончиктеріміз дайын болды. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз.